айта бер. Аға саламатсыз. Саламатсыз ба? Мен Орбұлақ шайқасы туралы макет жасай деп едім. Иә. Маған сол туралы қысқаша мәлімет бере аласыз. Жақсы. Енді Орбұлақ шайқасы туралы мәлімет берейін. Ол макет қалай жасайсың? Ол макетті екі таудың арасындағы Шайқас көрсетесің ба? Қандай материал қолданасың? Ол материалға пенопласт, желім. Жақсы. Оны асықпа ақылдасамыз да, қандай материал қолданатынын. Жалпы Орбұлақ шайқасы деген 1643 жылы болған шайқас. Яғни ол кезде қазақ ханы Жәңгір хан басқарып тұрған. Сол кезде қазақ жеріне жоңғар әскерлері шабуылдап, қазақ жерін жаулап алуды мақсат етеді. Бірақ Жәңгір хан бұл шайқаста үлкен ерлік көрсетіп, өзінің елін осы жоңғарлардың жаулап алуынан жол бермеген хандардың бірі. Бұл шайқастың ерекшелігі, бұл шайқас жалпы Жәңгір хан тарапынан небәрі 600 әскер болса, ал жоңғарлар тарапынан 650 мың әскер болған екен. Сол әскерлермен қазақ жерін жаулап алынбаған. Неге? Себебі бұл шайқастың өте үлкен құпия сырлары өте көп. Мен саған оны қазір макет жасау барысында айтып беретін боламын.